Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен дәмі керемет болып шығатын сүзбелі аймақты бәліштің рецептімен бөлісемін. Сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. Оған 3 қасық қаймақ қосамыз. Маргаринді ертіп қосамыз. Үстіне қант саламыз, тұз саламыз. Ванилин қосамыз. Оның жартысын қосқаннан кейін қопсытқышты қосып араластырамыз. Одан кейін ұнның 2 жартысын қосып қамыр илейміз. Қамырды демалдырып қойып, салмасын дайындаймыз. 700 грамм сүзбеге 3 жұмыртқа қосамыз. Қант қосамыз. Ванилин қосамыз. Үстіне қаймақ қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Осы нәрселердің барлығын блендермен езіп аламыз. Қамырды қалыпқа салып, қолымызбен жаямыз. Шеттерін биік қыламыз. Ішіне салмасын салып тегістейміз.
Дайын болған бәлішті 180 градуста қызып тұрған пешке қойып 25 минуттай пісіреміз. Одан кейін пештің отын 150-160 градусқа азайтып, тағы да 20 минуттай қоямыз. Бөлме температурасында суытамыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.